Баршаңызға сәлем. Бүгін біз ОБТ есептеріндегі теорияны қарастырамыз. Газ немесе сұйық қабаттардың бір-бірімен араласпай қозғалатын ағысты біз негізінен ламинарлық деп атаймыз. Ал ағыстың екінші түрі ол бір-бірімен араласатынды біз турбулентті деп атайтын. Сондықтан да бұл жағдайда жауабымыз Е болады екен. Микроскопта қолданылатын линзалар дейді. Яғни бұл жерде қолданылатын линзалар жинағыш линза, сондықтан да бұл жерде қос дөңес линза дегенді белгілейміз. Үшінші сұрағымыз айнымалы ток күшінің әсерлік мәнін тап дейді. Әсерлік мәнінің өзіне тән формуласы I максимал бөлінген түбірасы 2. Демек те бұл жерде С жауабы болады. Келесі, су түбіндегі денелердің көзге жақынырақ болып көрінуінің бірден бір себебі бұл жарықтың сынуының әсерінен. Жарықтың сынуының әсерінен балықтарды біз үшін, яғни жақын орналасқанда болып көрінеді екен. Демек те Б жауабын белгілейміз. Келесі сұрағымыз тербелмелі жүйе энергиясының кемуіне байланысты амплитудасы уақыт өтуіне қарай азайып отыратын тербелістерді еркін тербелістер деп атаймыз. Дәл бірақ осының ішіндегі еркін электромагниттік болады. Себебі тербелмелі жүйе деген сөзіміз бар екен. Келесі сұрақ изотермалық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңы. Жалпы термодинамиканың бірінші заңы Q тең дельта U плюс А деп жазылады. Яғни жүйеге берілген жылу мөлшері ішкі энергияны өзгертуге және газдың жұмыс жасауына жұмсалады. Изотермалық процесс кезінде дельта U тең болады 0-ге. Себебі ол дельта Т-ға тікелей тәуелді болып келеді екен. Олай болса Q тең формуласы А болып қалады. Бұл жауабымыз бізде С. Келесі, кеңістікте интерференциялық суретті алу үшін когерентті толқындар пайдаланады. Толқындардың қандай ерекшелігі бар дейді. Олардың жиіліктері бірдей болады және фазалар айырымы тұрақты, немесе тербеліс ығысуы тұрақты дегенді белгілейміз. Когерентті толқындар дейді. Когерентті толқындардың, яғни олардың фазалар айырымы тұрақты болып келеді, жиіліктері бірдей болады. Сондықтан да жауап бұл жерде F және H болады. Келесі сұрақ атом құрамындағы заряды оң бөлшек дейді. Негізінен атом бізде неден тұрады? Ядрода және электроннан тұрады. Ал ядроның құрамында бізде протон және нейтрон бар еді. Нейтронның заряды болмады. Демек те атом құрамындағы заряды оң бөлшек бұл бізде протон екен. Магнит өрісі энергиясының өрнегін көрсетеді. Магнит өрісінің өзіне тән формуласы энергиясының W тең L көбейтілген I квадрат бөлінген 2. Сондықтан да Е жауабын белгілейміз. Келесі сұрақ көлденең қималары әртүрлі құбырдан сұйық үйкеліссіз ағып жатыр. Сұйық ең үлкен жылдамдықпен ағып өтетін құбырдың бөлігін тап дейді. Бізде 1, 2 және 3 құбырдың көлденең қимастары берілген. Бұл жерде ең кіші болып келетін көлденең қима екінші сурет болып тұр. Осы бөлікте ең үлкен жылдамдыққа ие болады. Себебі қысым бұл бөлікте ең аз екен. Қысым мен жылдамдық сұйықтардың ағу жылдамдығы бір-біріне қарама-қарсы еді. Сондықтан да Е деген жауапты белгілейміз. Келесі сұрақ жиіліктер мен амплитудалар бірдей, бір-біріне қарама-қарсы таралатын екі бөлік толқындардың қабаттасуынан болатын интерференция ерекше түрін бұл бізде тұрғын толқындар деп атаймыз. Жоғары жиілікті модуляцияланған тербелістерден төменгі жиілікті тербелістерді бөліп алу процесін детекторлеу деп атайды. Шашыратқыш линзаның көмегімен дененің жалған кескін алынған. Егер денені линзаға қарай жақындататын болсақ, кескін не істейді дейді. Бұл жерде өзгеріссіз қалады. Себебі шашыратқыш линза бір ғана кескінді береді. Ол кішірейтілген, жалған және тура кескінді береді. Қалай жылжытатын болсақ та ол өзгеріссіз қалады екен. Келесі сұрағымыз асфальт бетінде жаңбырдан кейін кемпір қосақ түстес майдақтардың пайда болуын түсіндіретін құбылыс дейді. Асфальт бетінде шынымен жаңбыр жауып болғаннан кейін кемпір қосақ түстес майдақтар пайда болады. Ол бізде жұқа пленкалы интерференция деп аталады. Сондықтан да Б жауабы екен. Берілген бізде графикте суретте жүгілінген серпенің серпімділік күшінің ұзаруға тәуелділік графигі көрсетілген. Серпенің қатаңдығын тап дейді. Қатаңдықтың формуласы F бөлінген X. Бұл жағдайда F-ті кез келген бөлікті алып қарастырсақ болады. Мысалы, 4 ньютон болған жағдайда X-іміз 0,4 метрге тең. Орнына қоямыз. 4 ньютон бөлінген 0,4 метр тең болады 10 ньютон бөлінген метрге тең. Молекулалық кинетикалық теорияның негізгі теңдеулерін көрсетеді.
Негізі молекула кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі бірінші А жауабында тұрған теңдеуден алынады. P тең 3/1 көбейтілген m0 көбейтілген n көбейтілген v квадрат. Осыдан бірнеше түрлендіріп алуға болады екен теңдеуді. m0 көбейтілген n бізге тығыздықты береді. Сондықтан да формула келесі түрге тағы да көше алады. 3/1 көбейтілген ρ көбейтілген v квадрат деп алсақ та болады екен. Келесі кинетикалық энергия арқылы жазғымыз келетін болса, P тең 3/1 деп жазамын. N-ді алға жазып беретін болсам, n көбейтілген m0 v квадрат. Кинетикалық энергия болу үшін бізге 2 жетіспейді. Сондықтан да 2 көбейтіп 2 бөлсем, еш нәрсе өзгермейді. Мына бізге кинетикалық энергияның формуласын береді. Олай болса, кинетикалық энергияның формуласын алдық. Осыдан P тең формуласы 2 бөлінген 3 n көбейтілген e кинетикалық орташа болады. Міне тағы бір формула шықты. Және соңғы формуласы P тең. Егерде орташа квадраттық жылдамдықты ашатын болсақ, жоғарыда формуладан 3/1 көбейтілген m0 көбейтілген n, ал орташа квадраттық жылдамдықтың өзіне тән формуласы квадратталған кезінде 3k бөлінген m0 еді. m0 мен m0 қысқарып кетеді, 3 пен 3 қысқарып кетеді, нәтижесінде P тең n көбейтілген k көбейтілген t деген формуласы болады екен. Арғасын жеке қоршап көрсетейін. P тең 2 бөлінген 3n 2k деген формула шықты. Және P тең 3/1 ρ v квадрат. Және негізгі формуласы тағы да 3/1 m0 n v квадрат деген формуланы алды. Демек те біздің жағдайда ол A формуласы. F 2 бөлінген 3n деген қалғандар көрінбейді. Қалған сіздер есеп барысында өздеріңіз тауып аласыздар. Келесі, ақ жарық мөлдір призмадан өткенде көрінетін спектрдің жиілігі ең үлкен түсті көрсетеді. Призмадан өткен кезінде спектрдегі жиілігі ең үлкен түс бұл бізде күлгін болады. Себебі оның толқын ұзындығы ең кіші. Жиілік пен толқын ұзындығы бір-біріне қарама-қарсы. Яғни μ тең с бөлінген лямбда еді. Толқын ұзындық неғұрлым кіші болған сайын жиілік соғұрлым үлкен мәнге ие болады. Демек бұл жерде бірақ жауап болады. Ол күлгін. Келесі, механизм пайдалы әрекет коэффициентінің формуласын көрсетеді. Формуласы бұл жағдайда А пайдалы бөлінген атол көбейтілген 100%. Ол бізде А жауабына сәйкес келіп тұр. Бетті керілу коэффициентінің формуласын көрсетеді. Бетті керілу коэффициентінің формуласы бізде сигма тең F көбейтілген L еді. Сондықтан да бұл жерде Е жауабы екен. Радиоқабылдағышта модуляцияланған жоғары жиіліктегі электр сигналынан төменгі жиіліктегі электр сигналын бөліп алу детекторлеу бөлігі дейді. Яғни детекторлеу бөлігі бұл бізде жартылай өткішті диод жүзеге асырады. Ол бізде номер 3 пен белгіленген, сондықтан да бұл жерде А жауабы болады. Келесі, дарды даусынан ажыратып танимыз. Бұл дыбыстың ерекшелігін дыбыстың тембрі деп атайды. Яғни дыбыстың тембріне қарай отырып, көзді жұмған өзінде де кімнің сөйлеп жатқандығын оп-оңай анықтауымызға болады екен. Суретте көрсетілгенде тек тікелей көріну аймағына таралатын радио толқындардың түрі. Бұл жерде ультра қысқа толқындар болады, және ол бұл жерде Д жауабы екен. Себебі олар дифракциялана алмайды, тек қана белгілі көріну аймағында ғана таралатын болғандықтан ультра қысқа радио толқындар қолданылады. Серпелі маятниктің тербеліс периоды мен циклдық жиілігінің өрнегін тап дейді. Серпелі маятниктің өзіне тән формуласы, периодының формуласы 2π тубырасында m бөлінген k, немесе тупой макарон деп айтқан едік өткен сабақта. Бұл жерде ол жауап толығымен көрсетілмей тұр екен, 2π тубырасында m бөлінген k белгілесті, және циклдық жиілік пен периодтың арасында байланыс формуласын көрсететін болса, ол бізде омега тең 2π бөлінген t, немесе тағы да бізде мынандай болуы мүмкін. Т тең 2π бөлінген омега. Бұндай жауапты мен көріп тұрмын, және ол F жауабына сәйкес келеді. Егерде омеганы
не арқылы жазатын болсақ, масса мен қатаңдық арқылы. Олай болса, омеганың формуласы тағы да түбір астында К бөлінген М деген болуы мүмкін. Осындай жауаптар болады. Суретте көрсетілген линзаның түрімен және содан алынатын кескіннің сипаттамасы дейді. Алдарыңызда сіздердің жинағыш линза берілген. Және кескін F-тен үлкен, бірақ 2F-тен кіші қашықтықта орналасқан. Енді осыған байланысты бірнеше жауаптарды іздейік. Біріншісінде айтып жатыр. Линзаның түрі дейді. Яғни бұл жерде біз пост емес жинағыш теңін белгілейміз. Алынатын кескін егер F пен 2F-тің арасында орналасатын болса, онда үлкейтілген, шын және төңкерілген деген жауап болады. Міне 3 жауапты таптық: А, Б және G. Экранда нысанның үлкейтілген шын кескінін алуға арналған сұлбасы суретте көрсетілген оптикалық аспап. Бұны біз проекциялық аппарат деп атаймыз. Және көбінде сіздерде интерактив тақталарда қолданылатын дәл осы аппарат екен. Оң зарядталған бөлшектердің ағынын біз альфа сәулесі дейміз. Негізінен бізде альфа, бета, гамма болып бөлінеді. Альфа бұл оң зарядталған бөлшектер ағыны, бета теріс зарядталған бөлшектер ағыны, ал гамма заряды болмайтын еді. Келесі сұрағымыз: сұйық буланған кезде жылу дейді. Булану кезінде, яғни газға немесе газ тәрізкез күйіне айналған кезінде бізде энергия жұтылады. Сондықтан да бұл жағдайда жауабымыз бізде С болады екен. Келесі: идеал тербелмелі контур құрамына кіретін элементтер. Тербелмелі контур 2 элементтен тұрады. Ол катушкадан және конденсатордан. Сондықтан да бұл жағдайда С және F жауаптары болады. Гармоникалық тербеліс косинус заңы бойынша тербеледі. Ығысу тербеліс амплитудасының жартысына тең болатын уақыттың мезетін көрсетеді. Бұл жерде гармоникалық тербеліс дейді. X тең формуласы А көбейтілген косинус омега Т формуласын жазамыз. X-тің орнына амплитуданың жартысына тең болғандықтан да А бөлінген 2 деп қоямыз. Тең болады А көбейтілген косинус омеганы ашамыз 2π бөлінген Т деп. Және көбейтем Т-ға. А мен А кетеді. 2-ден 1 қалады. Тең косинус 2π Т бөлінген көбейтілген Т. Косинустың 2-ден 1 мәні π бөлінген 3-ке тең. Сондықтан да π бөлінген 3 деп жазам. Тең болады. Косинусты жазбай кетеміз бұл жағдайда. 2π бөлінген Т көбейтілген Т. Мұнда Т дегеніміз үлкен Т тербеліс периоды. Пи мен пи қысқарады. Осыдан Т-ны табатын болсақ, ол Т бөлінген 6-ға тең екен. Және ол бір ғана жауап болады. Д жауабына сәйкес келеді. Және соңғы сұрағымыз: суретте біртекті магнит өрісінің индукция векторының және өріске енген оң зарядталған бөлшектің жылдамдығын бағыты көрсетілген. Бөлшекке әсер ететін күштің бағытын тап дейді. Яғни қарап отырсаңыздар, 4 саусақтарыңыз оң зарядталған болып тұр. Және ол қайда бағытталған? Оңға бағытталып тұр. Ал индукция векторы бізде не істеп жатыр? Еніп жатыр. Демек алақанды сәйкесінше орналастырамыз. Сонда қарап отырсаңыздар, қолымызды жебеге қарсы алатындай қылып ашып тұратын болсақ алақанымызды, онда бас бармағымыз қайда қарай бағытталады екен? Төмен қарай бағытталады. Онда ол бізде тік төмен деген жауап болады. Міне осымен бүгінгі ұбт есептерінде теорияны талқылауымыз аяқталды. Егер де видео сіздерге ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.